Мәңгілік ел құру үшін талмай жұмыс істейтін боламыз. Бүгін Астанадағы Сарыарқа велотрегінде өткен жеңімпаздар форумында мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев осылай деді. Сонымен қатар ол барша қазақстандықтарға сайлауда сенім білдіргендер үшін алғыс білдірді. Бүгін орталық сайлау комиссиясы саяси доданың алдын ала қорытындысын жариялап, президенттік сайлауда Нұрсұлтан Назарбаев 97,7% дауыс жинағанын айтты. Астанада өткен жеңімпаздар форумында ол барша қазақстандықтарға сенім білдіргендер үшін алғыс білдірді. Құрметті халқым, қазақстандықтар, ең бірінші алғысым халқыма. Осы жылдардың барлығында қолдап, менің артымнан еріп, шылбыр тілегізінді қолыма беріп, сеніп келе жатқан осындай жаппай сенімді орындау мен үшін өте қадірменді міндет. Сол міндетті атқару үшін өзімнің күшімді де, денсаулығымды да, білімімді де, тәжірибемді аямай қызмет етем деп ант бергем, сол антты орындап келе жатырмын. Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзінше дүниежүзінен келген 850-ден астам байқаушы, 40 елден 170 журналист саяси доданы байқаған. Осының арқасында еліміз дүниежүзіне Қазақстанның демократиялық тұғырын, саяси мәдениеті мен ел бірлігін паш етті. Мы одна страна, один народ, у нас одна судьба, у нас один путь развития, процветания. Благодарю вас еще раз. Ура Казахстану! Форумға 8 мыңға жуық адам қатысты. Олардың ішінде белгілі қоғам және мәдениет қайраткерлері, спортшылар, зиялы қауым өкілдері бар. Сайлау күндері бүкіл Қазақстан халқы сіздің Қазақстан 2050 нұрлы жол стратегияларыңызды, 5 институционалдық реформаңызды қолдады. Бұл жобаларыңыздың барлығы біздің халқымыздың болашаққа деген ұлы жорығы. Елбасы жеңімпаздар форумында көп кідірмет, жиналған қауым оны қошеметпен шығарып салды. Гаухар Тұрсынбек, Ахмедияр Дулатұлы, Қазақ Ньюс, Астана.